Саламатсыздар ма YouTube көрермендері, біз бүгін Zoom бағдарламасына тіркелуді үйренетін боламыз. Ол үшін әрине ноутбугымыздан, компьютерімізден Zoom бағдарламасын ашамыз. Ашқаннан кейін осындай бет көрінеді. Бұл бет көрінгеннен кейін бізге бірнеше сайтты көрсетіп тұр. Нақтылы айтсақ 3 сайт. Бұл жерде Facebook бар, Google бар. Яғни осы жерде біз тіркелген болсақ, осындағы логин парольдерімізді жазу арқылы кірсек болады. Әрине ол үшін бұл түймешелердің үстін басып кіреміз. Бірақ бізге бұған қарағанда тіркелгеніміз дұрыс болар. Яғни төменгі жағында тегін тіркелу деген орын бар. Біз осы жерді таңдап тіркелеміз. Мінекей бастық. Бізді браузерге қарай жіберді. Сіздерде де браузер автоматты түрде ашылатын болады, дәл осылай. Мінекей бізге тіркелу үшін поштамызды сұрап тұр. Mail.ru-дағы поштамыз болсын, Яндекстегі поштамыз болсын, Gmail-дағы поштамыз болсын жазамыз. Біз Mail.ru-дағы поштамыз жазайық. Mail.ru және тіркелу деген бөлімді басамыз. Мінекей бастық. Мінекей менің поштама хат жібердік дейді. Енді Mail.ru-дағы өзімнің поштамды ашам. Поштам ашық тұр. Міне көргендеріңіздей Zoom бағдарламасынан хат келді. Енді мен кірдім ішіне. Кіргеннен кейін хаттың ішінде осындай сілтеме келген екен. Сілтеменің үстін басам. Сілтеменің үстін бастым. Мінекей жүктеу жүріп жатыр. Менің парақшамды мақұлдады. Бұл жерде аты жөнімді сұрап тұр. Серік Хайратов те жазайын мен. Серік Хайратов. Енді бұл жерге құпия сөздер жазам. Төменгі жақта құпия сөз 8 символдан тұру керек. Оның біреуі бас әріптен кездесу керек, және ішінде сандар болу керек дейді. Мен осы парольдің қағидаларын негізге алып, өз паролімді құрам. Мінекей құрдым. Астына сол жазған паролімді қайталаймын. Енді барлығын жазып болғаннан кейін продолжить батырмасын бастым. Мінекей менің парақшам құрылуға таяп қалды. Өзімнің бот емес екенімді дәлелдей кетейін. Пешеходты көрсетеді. Пешеход. Дұрыс па? Таксиді көрсетеді. Таксидің бөлшектерін құрастырып шығамыз осылай. Яғни шынымен робот емес адам тіркеліп жатқанын сұрап тұр. Пропустить этот шаг дегенді басайын. Бастым. Мінекей менің парақшам ашылды. Болды, енді мен бұл жерге өзімнің парақшамды бағанағы логин паролімді жазып кіре берсем болады. Mail.ru деймін. Мінекей кіріліп жатыр. Кірілді. Жалпы Zoom бағдарламасына тіркелу өте жеңіл. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, пікір алаңына қойсаңыздар болады. Мен мүмкіндігінше жауап беруге тырысамын.